Аллах Тағала Құранда Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману. Ей Аллаға иман келтіргендер. Біздің Құдайымыз айтады. Ей Аллаға иман келтіргендер дейді. Бізге айтып жатыр мұсылмандарға. Кутиба алейкумуссиям. Сендерге ораза парыз етілді. Ораза парыз. Міндеттіміз. Шамамыз келсе ораза ұстау керекпіз. Кама кутиба алаллазина мин qablikum. Сендерден бұрынғыларға ораза парыз етілгендей дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның үмметіміз біз. Және пайғамбардан бұрынғы пайғамбарлар болған. Сол пайғамбарларға да, және сол пайғамбарлардың өзінің қауымдарында да ораза парыз болған екен да. Мұса пайғамбар, Ибрахим пайғамбар, Иса пайғамбар, олар да ораза ұстаған екен. Тура солар ораза ұстағандай сендерге де ораза парыз етілді дейді. Яғни бүкіл пайғамбарлардың қауымы ораза ұстаған екен да. Енді ораза ұстаудың хикметі неде? Алла Тағала өзі жауап берді. Лааллакум таттақун. Тақуалыққа жетерсіңдер дейді. Яғни ораза ұстаған кезде тақуалығымыз, иманымыз артады екен ғой. Көп адамға ораза келе жатыр деген кезде бірден ойға не келеді білесіздер ма? Тамақтан тыйылу да. Тамақтан тыйылатын ай келе жатыр деп қабылдайды ғой. Яғни тақуалыққа жететін ай келе жатыр, иман күшейетін ай келе жатыр, күнәлар кешірілетін ай келе жатыр, Құран түскен ай келе жатыр емес, тамақтан тыйылатын ай келе жатыр деп түсінеді ғой, субханалла. Біздің қоғамдағы ифтар, Рамазан айындағы ауызашардың жайылған дастарханын көрсең бар ғой, ана дастарханнан кейін, ана сәресідегі тамақтан кейін, әлбетте қарның ашпайды ғой, бірақ сахабалардың жеген тамағын ойласаңыз, сумен жауып, сумен ашып, құрмамен жапқандар болғанда, біздікі кәдімгідей жатып алып жейсің ғой, отырасың, жеп аласың, шаршайсың, жастанып тұрып жейсің. Кейбір адамдарды көрген мен, сіздер көрген жоқсыздар ма, көрдіңіздер ме білмеймін. Көп жеп қойғанда, соңында құсып қояды ғой. Ондай көрген мен. Көп жеп қойғанда, көрсе қыздар дейді ғой, жейді де, бір заманда құсып қойған. Бұл ысырап болады да, субханалла. Қомағайлық болады да, астағфирулла. Пайғамбарымыз үйретіп кетті ғой, асқазанның 3/4 бөлігін тамаққа, 3/4 бөлігін суға дейді, 3/4 бөлігін бос дейді. Біз полный ғой. Кереміз ғой, анам дейді, сыймайды ғой кәдімгі асқазан. Мен сіздерге айтайыншы, қазақтың сөзі бар ғой. Екі сөз бар, және екі сөз бір-біріне қарама-қарсы. Бірақ оның мағынасы бар. Мына сөзді естігенсіздер ме? Ас адамның арқауы деген. Ас адамның арқауы дейді. Және екінші сөз бар, ауру астан деген сөз бар. Қарасаңыз, екеуі де тамаққа қатысты, бірақ бір-біріне қарсы да. Демек, тамақты дұрыс жесең пайдалы да, дұрыс жесең. Ал көрінген нәрсені аузыңа тыға берсең, адал ма, арам ба, ажыратпай жей берсең, немесе мөлшерінен көп жейтін болсаң, ол денсаулығыңа керісінше зиянды білесіздер. Сондықтан оразаның көп пайдасы, ашығудың пайдасы көп екен білесіздер. Сондықтан иншалла насихаттарымызға амал жасауды, жамандықтан жақсылыққа қарай өзгеруімізді нәсіп етсін иншалла. Және бізді алдайтын нәрсе, ертең істеймін деген нәрсе бар ғой, субханалла. Ертең сізге кім кепілдік берді, ертең барсың ба, жоқсың ба? Барсың ба, жоқсың ба, кім кепілдік берді? Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям өлімді жиі еске алыңдар деген да. Өлімді жиі еске алып тұрыңыздар. Мысалы, жәннатта ұйқы жоқ, білесіздер. Ұйықтамайды жәннатта. Осы өмірде ұйықтаймыз, әр күн сайын ұйықтаймыз ғой, бәріміз ұйықтаймыз да. Бірақ сол ұйқыдан бір ғибрат алдық па, бір ойландық па, неге ұйықтаймыз деп. Неге ұйықтаймыз? Өйткені ұйықтап жатқан адамды көрген болсаңыздар, және өлген адамды көзбен көрген болсаңыздар, сыртқы көрініс жағынан бірдей, екеуі де жатыр, екеуі де ештеңе сезбейді. Тек ұйықтаған адамды барып аяғын мыжып кетсең ғана айбай деп жаңағы сезінуі мүмкін, бірақ өлген адамды барып қанша ұрсаң да, ол сезбейді ғой, жаны шығып кеткен болды. Сонда сіз күніге ұйықтап жүрген, жатып жүрген жылы төсегіңізге барып жата салмай, 1 сәт қараңыз деп айтқым келеді. Түсініңіздер ғой? Төсегіңіз тұр,
қасына барып қарап тұрыңызшы. Мен қазір жатамын да жерге, жұмсақ жерге. Жылы көрпенің астында. Жұмсақ төсек. Бірақ ертең суық жерге барам ғой, қабірге. Әрдайым жыл төсекте жатпаймын ғой. Алла Тағала Құранда Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَمَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Дүние өмір деген осы. Біз дүниедеміз қазір кезде. Өтіп кетеді бұл уақыт қазір. Біз дүниедеміз қазір. Алла Тағала Құранда дүниедегі несібеңді ұмытпа дейді. Несібе ризқыңды, нәсібіңді ұмытпа дейді. Яғни, ғұламалар түсіндірген кезде дұрыс киін, дұрыс тамақ же, көлік ал, керемет үйде тұр, балашаға сүй деп айтып тұр дейді. Яғни дүниедегі несібеңді ұмытпа деген кезде, ішіп жеп, қыдыр, ойна, күл, пайдалан дейді. Дүниені пайдалан дейді. Және бір ғұламалар мына аятты несібеңді ұмытпа. Дүниедегі несібеңді ұмытып кетпе. Тек қана ақырет деп арғы дүниені ойлап кетпе. Дүниені де еске ал. Дүниеңді де ойла деп түсіндірген болса, екінші ғұламалар дүниедегі несібіңді ұмытпа деген жоқ, ол емес, мынау дейді. Дүниеде өмір сүріп жүрген кезің емес, дүниеден кетіп бара жатқан кездегі алып кететін нәрсең дейді. Ол не? Өлген адамды көрген болсаңыздар, өлген адам не алып кетеді? Жаңағы дүниедегі мініп жүрген көлігін, медалын, ақшасын, байлығын, қатын бала шағасын өліп бара жатқан кезде алып кете алмайды ғой, қабірге не алып кетеді? Фахуа кафан дейді. Кебін, ақмата ғой. Анамның құрсағынан шықтым ғой мен бұл базардан алып қайттым ақ мата мазарға дейді. Субханалла. Ода қалта жоқ қой, кебінде қалта жоқ. Жұп-жұқа бол. Болды, басқа ештеңе алып кетпейміз. Ақшаң көп шығар, машинаң күшті шығар, мықты үйде тұратын шығарсың, 4 қатының бар шығар. Субханалла, өмірдің ақиқаты осы ғой. Имам Шафиғи деген ғалым кісі айтады, ақиқат мен доссыз қалдырды дейді ғой. Бір айтқан кезде шындық деген нәрсе бар ғой, ойлап қарасаң, маған көмектесетін, маған шын жан ашитын ешкім жоқ екен ғой дейді. Ертең қияметтің күні болған кезде бәрі бір-бірінен қашады дейді. Пайғамбардың өзі қызы Фатимаға, қызым, қамың жаса, ертең әкең саған көмек жасай алмайды дейді ғой. Пайғамбар араша түсе алмайды да қызына. Субханалла. Пайғамбар көмектесе алмай қалады да. Пайғамбар қайтыс бар ғой, ертең қиямет күні Адам ата, Нух пайғамбар, Ибрахим пайғамбар, Мұса пайғамбар, Иса пайғамбар, бүкіл пайғамбарлар қашады дейді қиямет күні. Қашады дейді. Ең соңында Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға барған кезде адамдар, мен осы үшін жаратылдым дейді ғой. Сөйтіп сәждеге жатып алады дейді, білесіздер. Сәждеге жатып алады да, уммати деген сөзді ғана айтады екен да. Умметім, я Алла, умметім деп. Сізбенен бізге пайғамбар шапағат жасайды да. Және нәсіп болатын бар, нәсіп болмайтын бар. Яғни пайғамбардың шапағаты біреуге нәсіп болады, бірақ біреуге нәсіп болмайды да. Нәсіп болмайтындар кімдер? Пайғамбар жақсы көремін дейді, бірақ пайғамбардың сүннетін ұстанған жоқ, пайғамбардың айтқанын істеген жоқ. Бізші. Сондықтан Алла күнәмізді кешірсін, пайғамбарға деген махаббатымызды арттырсын, пайғамбарымыздың сүннетіне берік болуымызды нәсіп етсін, Алланың сүйікті, лайықты деңгейде сүйікті құлы болуды, және пайғамбардың шынайы үмметінің қатарынан болуды нәсіп етсін, иншалла. Күнәмізді кешірсін. Айтқан уағыздарымызға амал жасауды нәсіп етсін, иншалла. Алла күнәмізді кешірсін. Ықыласпен, шынайы ықыласпен, дұрыс ниетпен тыңдаған сіздерге де Аллах Тағала разы болсын. Алла тура жолдан адастырмасын. Бәріміз кетеміз. Бәріміз Алланың алдына кетеміз. Ертең Аллахтың алдына, махшар алаңына жиналған кезде бәріміз тырдай жалаңаш, киім жоқ. Киім жоқ. Әуретің ашылған күйінде бәріміз Алланың алдына тік тұрамыз осы күйінде. Бейшара халде. Тырдай жалаңаш. Айша анамыз
Я Расулалла, әйел кісілер әурет жерімізді қайтеміз дейді ғой. Қиямет күнінде жалаңаш тұрсақ әурет жерімізді қайтеміз деген кезде пайғамбарымыз не деп айтты? Я Айша, Алланың сөзін сен тыңдамадың ба? Ол кезде адамдар өзінің басындағы проблемасымен болады дейді. Өзінің басындағы қайғысымен болады. Бұл өмір кетті. Есеп басталды. Енді біреулерін жәннатқа, енді біреулерін дозаққа кетесіңдер деп тұрған кезде қайдағы біреудің денесіне қарау дейді да былай. О, ана қыздың фигурасын қара деп етіп қиямет күнінде ондай нәрсе жоқ. Біттің сен. Мысалы, бұл өмірде біреу 10 жылға сотталасың деген сөз келсе, біреуді өлтіріп қойған кезде, бір қылмыс жасаған кезде, сыртынан келіп біреу әңгіме айтып, қойшы, ол проблема қоя тұршы, басым ашып тұр дейді ғой. Басым қатырмашы өзі проблема шеше алмай тұрған кезде дейді ғой. Қияметтің күнінде ана жағдай болған кезде басқа проблема ұмытылып кетеді ол. Мына өзінің жеке басындағы жағдайын ойлап қалады екен да. Сол күн келе жатыр. Иқтараба, жақындап келе жатыр. Субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Асағым құрейші мейірімді Аллах Тағала баршамыздың күнәмізді кешіргейсін. Мешітімізде қол жайып отырған барша жамағаттың отбасыларына берекет бергейсін. Бала шағасының қызығын көруіне нәсіп еткейсін. Я Аллахым, иман нығметінен, ислам нығметінен ажыратпағайсың. Лайықты деңгейде құлың болуымызды нәсіп етші. Пайғамбарымыздың лайықты үмметі болуымызды нәсіп етші. Баршамызға екі дүниенің жақсылығын, екі дүние бақытын нәсіп ет. Құранға деген махаббатымызды арттыр. Құран аяттарына амал жасауымызды және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп еткейсін. Раббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.